Қалайсыңдар ағай? Ойбай, осы той деген қазақтың ұлттық қазынасы. Нағыз қазақилық тойда деп айтып жүргендерге тыңдаңдаршы. Тойға бармағандарға көп болған сияқты ғой. Бүгінгі қазақтың тойына барсаң, қазақтың ұлттық қазынасын қай жерден көріп тұрсың? Қай жерден қазақилық көріп тұрсыңдар қазіргі тойларда? Қазіргі қазақтың тойында бар ғой, салт дәстүрден тек беташар мен бата ғана қалды ғой. Болды. Қалған ешқандай салт дәстүр қазақтың тойында жоқ. Қазақтың тойы бар ғой, салт дәстүр, қазақтың тойы тәрбие емес, қазақтың тойы ұят болып кетті ғой қазір. Келіннен ұялмайтын ата-ене, келіннен, күйеу баладан ұялмайтын қайнағалар мен қайнапкелер. Қайдағы тәлім тәрбие дейсіңдер. Сондықтан да мына той деген қазақтың ұлттық қазынасы дейтіндер, біздің қазіргі тойда бар ғой, ешқандай мән мағына, ешқандай тәрбие қалмады ғой. Сондықтан да қазақтың тойы бітпесін емес, қазақтың тойы бітсін дегім келеді. Қазаққа таң қалам. Баласы бар ғой, бір қымбат университетке түсейін десе, ақша жоқ деп зарилейді. Баласы бір кредитқа машина алып, таксовать етіп күнін көрейін десе, соған первоначалкаға ақша беретін жағдай жоқ ата-ананың. Бірақ той жасаймыз десек, ақшаны бар ғой, таба қаламыз. Таң қалам мен. Тойға ақша жібергенше, сол балаңа машина алып берсеш, таксовать етсін. Тойға ақша алған тапқанша, лучше сол тойға кеткен ақшаға, балаңа лучше бар ғой, бір күшті бір университетке оқығанға мүмкіншілік берсеш, ертең өмір бақи соның нанын жеп өтеді ғой. Таң қалам осы қазаққа. Өлдіңдер ма тойдан? Той жасамасаңдар қырылып қалған адамды көрмедім мен. Басқа ұлттар бір той жасамай қырылып қалып жатқан жоқ қой. Және де тойдың ешқандай мағынасы жоқ. Ұятсыз, қарап отырып ұялатын дүние болып кетті ғой ағай. Сондықтан да қазақтың тойы бітсін дегім келеді. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мен осы біздің қазақтың тойыстар көйіп кеткен жоқ па деп бір постоянно осы теманы айтып жүрем. Неге сонша тойшыл болып кеттік біз деп. Соны енді кеше чисто случайно мынаншыны сіздер көрген шығарсыздар. Оқуға аттану деген той шығыпты енді. Оқуға аттану деген той шығыпты. Бір тикток түсіп жүр. Мәссаған ананы көріп таң қалды. Мен енді асты комментарияға біреу жазыпты. Оқуға аттану деген той мына жағада кеп қалған ба деп. Соған қарағанда басқа жерлерде бар болғаны ғой сонда. Мен Құдай тұр ғой төбемде, мен бірінші мәрте көрдім. Оқуға аттану деген тойды бірінші рет көрдім мен. Диплом жуу деген болатын енді. Оқу біткен кезде диплом жуу деп қояды. Енді ол диплом жуғанға немене өзінің жаңағы бір оқығандары, бір 3-4-5-6 ағайындары кеп әйтеуір бас қосып, кішкене тамада жоқ, ештеңе жоқ әшейін. Жаңағыдай тос айтып, кішкене билеп қайтатын. Оны диплом жуу дегенді кішкене көрдім енді. Ал енді оқуға аттану дегенді мен көрген жоқпын ондай тойды. Мына Бауыржан шоуда ма бір жылдар бір айтып еді, сендер Қазақстанға бір министр ғана жетпейді деп. Барлық министрлерің бар деп, министрлерің бар, көлік министрі, оқу министрі, бірдеңе көп қой бізде министр. Сонда сендерге бір ғана министр жетпейді деп. Бауыржан шоуда айтайын, по-моему. Қандай министр жетпейді десе, сендерге той министрі жетпейді деп. Соған айтпақшы, біз енді бір той министрін сайлап аламыз ойдың өзіміз. Тойды былай істеңдер деп айтып отыратын. Мынау көріп, мынаны көрдім де, мен ошып шөбі төбе шашын тіктірді. Ол баяғыда менің замандастарым айтатын, мен өзі студент болған жоқпын мен. Біздің замандастарым айтатын, оқуға түскен кезінде, Алматыға кетеді ғой оқуға. Бір күн ашсың дейді, бір күні тоқсың, бір күні киімің жоқ, біреудің киімін сұрап киесің. Жоқ жаңағыдай. Болмаса грузчик болып келеміз барып дейді. Бір жерге грузчик болып жаңа қант па, бірдеңе нан ба, бірдеңелер түсіреміз дағы 1 сом, 2 сом, 3 сом ақша аламыз дейді. Сол олдай ақша алған күні тоқсың дейді. Сен ол тоқ болған күні сен уже байсың дейді. Сөйтіп айтып жүретін. Студенттің өмірі құрысын деп жаңағыдай. Студенттің өзі бір өмір деп, өмір құрысын демейді. Студенттің өмірі бір отдельно армия сияқты да өзінше бір өмір деп сөйтіп айтып жүретін сол кезде. Ауылға келсе бір тойып, тамақ жеп, ой, қарым тойып қалды ғой деп. Қазіргі студенттердің бәрі бай, байқасаңдар егерде, бәрі бай. Өткенде бір тиктоктан бір көріп қалдым. Бір жердің бір университеттің нелері, жаңағы қыздары жалбы жасап жатыр. Бізге есіктің алдына машинеміз сыймайды дейді. Стоянка жоқ бізде деп жатыр.
ал керек болса. Сонда студенттердің бәрі машинамен баратын болғаны ғой, сонда жаңағы оқуға. Сөйтіп айтып жатыр, сөйтіп жалпы жасап жатыр. Енді менің енді той болсын ғой, мейлі мен қазақ той болсын дегі. Тойдың көп болған жақсы, бірақ кәдімгі үйлену той, қыз ұзату той деген сияқты той көп болса екен деймін. Мынау не болса той көп кетті мынау. Жаңағы енді немене дейді, оқуға аттанып баратыр, соғысқа аттанып баратқан сияқты бір соғыс аттанған адамнан ондай той жасаған жоқ шығар. Енді не керегі бар сол, мысалға сол тойдың сол оқуға аттанып баратыр. Ол студент ол. Енді бір шетінен қарайтын болған той көп болсын дейміз ғой, енді той бола берсін. Бірақ менің бір қатты 90 тобықтай түйін айтар едім. Біздің мына TikTokқа кіріп қалсаң да, басқаға кіріп қалсаң да, Instagramға кіріп қалсаң да, ойбай, ашпыз, өлейін деп жатырмыз, киетін киіміміз жоқ. Соның бәрі кімдер сонда? Енді 1% кедей адам любой дамыған мемлекетте бар екен. 1% кедей адам ше. Ал любой, мысалы, Америкаң болсын, немелең, Германияң бар ма, Францияң бар ма, дамыған мемлекеттердің бәрінде бар екен. 1%, 2% мейі бола берсін жағдай. Кедей жаңағы сияқты. Ол үйті оның өзі іштегі жұмыс істемесі келмейтіндер ғой. Қайыршы деген сияқты. Біздегін бәрі жаппай жылайды, ойбай, өлейін деп жатырмыз, кредитке кіріп кеттік, бүйтіп кеттік. Кредитке кірсең той жасамай қойсай, онда кредитке кіріп той жасамай қой. Үйтіп болды. Мысалы, мына жаңағы оқуға аттанып баратқандарда, олар да кредит алып жатқан шығар, мен білмеймін ғой енді. Оқуға аттану той деп. Не деген той мынау? Бұны тұсаукесер, жаңағы неме еді, бесік той деген қалды, енді тәтті шай деген шықты біздің Тараз жақта бір. Тәтті шай деген шықты. Бұрын басында 4 адам еді, әкесі мен шешесі келетін, сөйтіп тойда ақылдасатын. Қазір тәтті шай бір 10-15 адамға бар қапты қазір. Енді бір 3-4 жылда бір 20-30-40-50 адам болады ол. Жаңа қастарына адам қосыла береді да, сосын ол да той болмаған не болды енді ол. Содан кейін бізге бір той министр точно керек болады сонда. Сондықтан мен айтар едім, тойды ішілейік, көп жасап жүрген жоқпыз болса. Мейлі той болсын ғой, тағы айтамын, той болсын. Бірақ не болса сол жаңағы сияқты оқуға аттану деген тойдың не керегі бар ол? Оқуға үйіңнен аттандыра берсе, үйіңнің ішінде отыр, семьяңмен басты қос, бір қойды сой, Құран оқыт. Міне менің қызым оқуға, или болмаса ұлым оқуға кетіп баратыр деп өзің ағайының бар 6-7, мынау кішкене бауырларың бар, жаңағы әйелінің бауырлары бар 6-7, бір 14-15 адам, 14-15 адам үйдің ішінде отырып, бір любой үйге сияды ғой, бір комната квартираға сияды, 14-15 адам. Сөйтіп бір қойдың етін астағы Құран оқыттағы оқуға аттандыр. Ана жерге барып ол. Елдің бәрін, құда жекжаттың бәрін жинап, той жасағанша оған. Ойбай мен қызым оқуға кетіп баратыр. Соғысқа кетіп жатқан сияқты, балам болмаса. Меніңше осының бәрі дарақылық былай айтқан кезде. Мақтаныш. Анау орыстар айтады ғой, панты деп, сол сияқты. Пантавас еткен жақсы көреміз бе? Мен білмей қалдым, өзім түсінбей қалдым. Мен де қазақпын ғой. Бірақ енді пантавас еткенді жақсы көреміз бе? Түсінбей қалдым былай айтқан кезде. Мына тойды көріп, мына TikTok'та мына тойды көріп мен жағам ұстадым енді. Осындайда тойда шыққанмын енді деп.